Сәлем баршаңызға. Бүгін іші осылай үрленіп, ауаға толып шығатын бауырсақ пісірамыз. Ең алдымен бізге жылы сүт 250 мл, 1,5 қасық тұз, 4 қасық қант, 1,5 қасық дрожжи, 20 мл сұйық май, 2 столовый ложка сметана салып, барлығын араластырып, осылай бетін пищевая пленкамен жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Біраз көтерілуі қажет. Уақыт өткеннен кейін осылай бізде көтеріліп шығады. Жақсылап барлығын араластырып, 300-350 грамм ұнымызды ақырындап салып, бірінші қасықпен, одан кейін қолымыздың көмегімен барлығын жақсылап елеп шығамыз. Бізге осылай қолымызға біраз ғана жабысатын қамыр иленіп шығады. Оны 40 минутқа жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Осылай көтерілген кезде қолымызды біраз майлап, бір рет барлығын басып шығамыз. Барлығын осылай басып шыққаннан кейін бетін жауып, тағы да 40 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Үстелдің үстін біраз майлап, қамырымызды оқтаумен жұқалау етіп жаямыз. Пышақтың көмегімен 4 бұрышты етіп барлығын кесіп шықсаңыз да болады, бірақ менде осындай арналған кескіш бар, сонымен барлығын дөңгелектеп кесіп шықтым. Одан кейін бұның барлығын тақтайшаға тізіп, тағы да 15-20 минутқа бетін жауып, біраз көтерілгенге дейін қойып қоясыздар. Одан кейін майыңызды қатты қыздырып алып, осылай екі жағын аунатып пісіріп аласыздар. Бауырсақтарыңыз өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ас болсын.